Аяқ сыңырының тартылуы жиі кездесетін жағдай, әсіресе ол түнде мазалайды. Аяқ бұлшық еттері еріксіз жиырылады және ауырады. Ол неліктен пайда болады деген сұрақ. Себептерін білу арқылы оның алдын алуға болады. Сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, яғни подписаться батырмасын баса кетіңіз. Бірінші себебі суды аз ішу. Судың жетіспеуі бұлшық еттер құрысуын шақырады. Қарқынды физикалық жаттығулар мен қоршаған ортаның жоғары температурасы ағзаның сусыздануына ықпал етеді. Сондай-ақ күні бойы таза судың орнына кофе, шай немесе сусын ішіп жүру де сусыздануға әкеледі. Егер аяқ сыңыры түйілуінің себебі ағзаның сусыздануында болса, күніне 8 стакан су ішу керек. Екінші себебі бұлшық еттерге күш түсіру. Ауыр жаттығуларды бұрыннан бұлшық еттер құрысуымен байланыстырады. Қаңқалық бұлшық еттерге артық күш түсіру және шаршаңқылық артық күш түсірілген бұлшық ет талшықтарының түйілуіне әкелуі мүмкін. Сол үшін де аяқ сыңырының түйілуі кәсіби спортшылардың арасында кең тараған. Келесі себебі ағзаға электролиттердің жетіспеуі. Яғни бұлшық еттер бір қалыпты жиырылуы үшін қанда электролиттер тепе-теңдігі болу керек. Электролиттер дегеніміз калий мен кальций микроэлементтері. Егер бұл минералдардың деңгейі өзгеріп кетсе, бұлшық еттер қысылуына ықпал етуі мүмкін. Жемістер мен көкөністерді күнделікті жеу минералды заттардың деңгейін тепе-теңдікте ұстауға көмектеседі. Сондай-ақ электролиттер тепе-теңдігін сақтау үшін дәрігермен кеңесіп, арнайы препараттарды ішуге болады. Төртінші себебі натрийдің жетіспеуі. Натрийдің аз болуы бұлшық еттердің ауырып құрысуына әсер етеді және күйзеліс гормонының артуына әкеледі. Сондықтан натрийдің негізгі көзі тұздан мүлдем бас тартудың қажеті жоқ. Қалқанша без жұмысының проблемасы келесі себебі. Егер аяғыңыздың сыңыры жиі түйілсе, міндетті түрде қалқанша безді тексертіп алу қажет. Егер ол дұрыс істемесе, аяқ құрысуы басқа бір аурудың, мысалы гипертиреоздың белгісі болуы да мүмкін. Жүктілік. Жүкті әйелдердің көпшілігіне бұл жағымсыз сезім таныс. Ол салмақтың артуымен және қан айналымының бұзылуымен байланысты. Сондай-ақ жүкті әйелдің ағзасына магний мен В6 дәрумені жетіспесе де, аяқ сыңыры тартылуы мүмкін. Келесі себебі созылмалы аурулар, яғни диабет, гипертония, артрит, неврологиялық аурулар және депрессия секілді созылмалы аурулардың себебінен де аяқ сыңырының түйілуі болады. Мұндай жағдайда оның себебі кейде сол ауруларды емдеу үшін ішкен дәрілерге де байланысты. Ал басқа жағдайларда, мысалы диабет пен неврологиялық аурулар кезінде жүйке жүйелері жұмысының бұзылуынан да болуы мүмкін. Достар, сіздерге керемет жаңалық. Карал Клуб компаниясының өнімін ішу арқылы, каралмайн суын ішу арқылы осындай түрлі аяқ тырысуларынан және диабеттен, әртүрлі неврологиялық аурулардан, давлениядан, сахардан, псориаз, басқа да аурулардан құтылуға болады. Ауруларынан папиллома, бүйрек, бауыр аурулары, цирроз печени, жировой печень болған кезде әртүрлі әйелдердің ішкі репродуктивный болезньдері болған кезде, яғни миома, дисплазия басқалар болған кезде ішсе барлығынан аюға болады. Өйткені олар таза табиғи 100% таза жасалған өнімнен жасалады. Осы номерге хабарласыңыздар.